Кейбір кездері адамдар бір нәрсе ойлап тапқан кезде кейін сол затты мүлде басқа үшін қолданатынын ойламайды. Мысалы, түрлі тауарларды сатып алғанда қораптың ішіндегі затты сынып қалмас үшін қолданатын осы пленка ең басында қабырғаға жабыстыратын обой ретінде ойлап табылған. Ешкім осындай обойды алмағаннан кейін онымен ыдыс-аяқтар сынбас үшін орап қолданған. Сізбен бірге Пазл каналы бүгін кездейсоқ табылған жаңалықтар жайлы айтамыз. Супер желім. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде оптикалық көздеу құрамына мөлдір пластик жасау мақсатында тәжірибе кезінде табылған. Пластикке жарамсыз болғанымен, кейінірек қарқынды түрде желім ретінде нарыққа шығарыла бастады. Пластилин Ной және Джо Маквикер тарапынан алғашқыда обой дақтарын кетуші ретінде шығарылған. Алайда балабақша балалары оны ойыншық ретінде илеп ойнаған кезде өндірушілер оны 1955 жылдан бастап пластилин ретінде нарыққа шығара бастады. Кока-кола сусыны алғашында кез келген жүйке бұзылуына емдік дәрі ретінде шығарылып, дәріханаларда сатылған. Ол кезде құрамында есірткі заттар болған екен. 1968 жылы Спенсер Сильвер атты ғалым мықты жабысатын қағаз желім шығармақ болды. Бірақ жасап шығарған желім мықты жабысудың орнынан әлсін ғана жабысатын және оңай алынатын болып шығады. Кейінірек әріптесі мұның практикалық қолданымын тәсілін табады. Кітапты қажетті беттерін қайыру немесе жазу кітапқа зиян береді, ал кітап беттерін зақымдамайтындай етіп, қағаз жабыстыру және ол қағазға қысқаша мәлімет жазу, қажетті қалмағанда оны алып тастау өте қолайлы болады деп пікір салады. 1938 жылы Рой Планкет атты химик жаңа мұздатқыш газ ойлап табу үшін жасаған зерттеулердің бірінде түнге тастап кеткен газ қосындылары таңға жуық түрі парафинге ұқсас қатты коррозияға, ыстық пен суыққа төзімді материалға айналғанын көреді. Ғалым мұны қысқаша тефлон деп атайды. Шамамен 10 жылдан кейін ас үйлік құралдарда қолданылып, тефлонды кастрюля, тефлонды табалар шығарылып жаппай қолданылымға енеді. Егер сізге осы видео ұнаса, лайк басып каналымызға жазылуға ұмытпаңыз. Ал егер осы қоңыраушаны бассаңыз, біздің жаңа видеоларды ешқашан өткізіп алмайсыз.